Hello, how are you? Today we will talk about present simple. Present simple дегеніміз ол не нәрсе? Present simple ол present, яғни осы сәтте орын алып жатқан нәрселер. Көбісі ойлауы мүмкін, present simple деген ол тек дәл қазіргі момент деп. На самом деле ол ондай емес. Яғни present simple деген ол күнделікті қайталанатын әрекетті, яғни рутина деп айтамыз ғой, иә. Мысалы, күнде шашымызды жуамыз, иә. Күнде тісімізді жуамыз. Біз айтпаймыз, бүгін тісімді жудым, ертең жумақ қояйын деген сияқты. Күнделікті бір қандай да бір жиілікпен қайталанатын әрекеттерді біз present simple деп айтамыз. Окей, бұл біріншісі. Екіншісі, біз оны айтамыз science-based facts деп айтамыз. Science-based fact деген, яғни science, наука, научно основные факты, ғылымға негізделген фактілер. Яғни ғылыми тұрғыдан дәлелденген 100% сенімді нәрселер, ол бізде present simple болады. Мысалы, the moon goes around the sun, yeah? Значит, ол белгілі бір жиілікпен орын алатын нәрселер. Окей, осының бәрі бізде present simple. Яғни жасалу тұрғысынан қалай келеді? Окей, біріншісі бізде subject, одан кейін to be келмейді, қателеспейміз. Subject, одан кейін етістік, етістікке кей кезде s формасы жалғанады, ол туралы айтып беремін. И плюс басқа сөз таптары. Окей, subject дегеніміз ол білеміз, иә? Ол бастауыш, ол жақта pronoun болуы мүмкін, немесе noun болуы мүмкін. Noun, яғни, мысалы, жансая, әсел, марат, ән, мысалы, сондай болуы мүмкін. Немесе pronoun дегеніміз ол he, she, it, I, you, they деген сияқты болуы мүмкін. Окей. Енді етістікке s қосылады деп айттық. Етістікке қай жағдайда s қосылады? Егер біздің subjectіміз he, she, it-тен немесе марат или же айнур деген сөзден тұратын болса, he, she, it категориясына кіретін болса, значит, ол жақта етістікке s-ті қосамыз. Яғни, мысалы, she plays on the ground. She plays on the ground. She тұрған үшін play-ға s қосылды, иә? Тура сол сияқты, мысалы, Cassie plays on the ground. Кейбіреулер Cassie деген сөз көреді да, Cassie ол адам аты ғой, не істеймін деген сияқты ой қалыптасуы мүмкін, бірақ жоқ, Cassie plays on the ground. Сол s-ті қоямыз, потому что Cassie деген ол тоже қыз ғой, қыз болған үшін ол she деп қолданамыз, миымызға сигнал жібереміз, сразу s қосамыз. Окей, this is only positive form. So let's talk about negative ones. Negative формда бізде қалай болады? Негативте бізде жаңағы do, does деген подружкамызға соларды қолдана отырып жасаймыз. Яғни not ол өзімен өзі барып етістікке жабысып тұра алмайды. Ол бізде do немесе does деген подружка келеді. Мысалы, she plays дегенде соңындағы s-ті does-ға айналдырып жібере саламыз. She doesn't play on the ground. Или же I don't play on the ground. Do not деп жасақ болады, болмаса contracted form, яғни қысқартып don't деп жасақ болады. Does not деп жасақ болады, немесе қысқартып doesn't деп жасақ болады. Документтерде do not, либо does not, ал бірақ қысқартатын кезде, яғни күнделікті өмірде doesn't немесе don't деп айта саламыз. Окей, I don't play on the ground. Я не играю во дворе деген сөз, иә? Окей, енді let's make question ones, иә? So, сұрақтың бізде екі типі бар, қазір екеуінде қарастыратын боламыз. Біріншісі, ол general question, яғни я немесе жоқ деп жазып береміз сіз. Маған айтады, мен далада ойнап жүрсем, немесе басқа біреу келіп сұрайды, мен подружкам келіп сұрайды, сен далада ойнап жүрсің ба деп, иә? Do you play on the ground? Do you play on the ground? Жаңағы do мен does'ың көмегімен жасаймыз. Немесе does she play on the ground? Играет ли она на улице деген сияқты, ол далада ойнап жатыр ма дегендей. Енді мен жауап берем. Басында do тұрса, немесе does тұрса, тура солмен жауапты беру керекпіз. Мысалы, do you play on the ground болса, мен айтам, иә, маған сондай сұрақ қойылса, мен айтам, yes, I do деймін, немесе no, I don't деп айтам. Окей? Yes, I do, немесе no, I don't. Бұл general question. Бұл кей кезде білеміз, yes, no question деп айтады себебі. Я немесе жоқ деп жауап беруге болады. Екі ответ болады всегда. Окей, next one. Next one is special question. Мысалы, менен сұрайды, подружкам келіп сұрайды, сен далаға шықсам жоқсың ғой, қай уақытта ойнадың деп, қай уақытта ойнадың? When do you play on the ground?
when do you play on the ground. И мен уақыт айтамын. In the morning деп, немесе таңертең ойнасам in the morning деп айта саламын. Кешке ойнасам in the evening деген сияқты уақыт айтамын. Немесе белгілі бір уақыт, фиксированный уақыт болса, соны айта саламын. Окей, енді қазір мынандай фишка беремін. Фишка болғанда мынандай фишка емес. Keywords, иә? Keywords, яғни қалай? Белгілі бір сөздер бар, сол сөздерді көрсек, біз оның present simple екенін бірден түсіну керекпіз. Мәселен, біріншісі always, usually, sometimes, never, hardly ever, seldom, occasionally, rarely деген сөздер болса, біз бұл нәрсенің present simple екенін түсіну керекпіз. Тесттерде сіздерде келуі мүмкін, иә? Алдағы уақытта егер тест тапсыратын болсаңыздар келуі мүмкін. Мысалы, I always таратам деп деген сияқты, иә? Сол кезде I always do деген сияқты өздеріңіз қоя алу керексіздер. Яғни оның present simple'да тұрғанын өздеріңіз болжай алу керексіздер. So, if you got questions, you are welcome to ask.